Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге мен Алуа. Бүгін мен сіздерге осындай дәмді әрі жұмсақ болып пісетін құймақтың рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен бір ыдысқа 3 жұмыртқа саламыз. Содан соң 2 ас қасық қант толтырмай саламыз және тұз саламыз. Бір ыдысқа жарты литр сүт құйып, оны микроволновкада жылытамыз. Мен алдын ала дайындап қойдым. Сүт ыстық емес, жылы болуы қажет. Кейін жұмыртқаны жақсылап араластырамыз. Араластырып болған соң сүтіміздің 100 мл ғана қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Кейін ұнды, ас соданы қосып, жақсылап араластырамыз. Араластырып болған соң сүтті 2-ге бөліп құямыз және жақсылап араластырамыз. Мінекей достар, бізде осындай консистенция болып шығу қажет. Содан соң 3 ас қасық сұйық май қосамыз. Және де жақсылап араластырамыз. Араластырып болған соң бізде осындай консистенция болып шығу қажет. Енді 15 минутқа осыны қоя тұрамыз. 15 минут өтті, енді осылай араластырамыз. Біздің массамыз араластырғанда осындай плавно төгілуі қажет. Содан соң табаға сұйық май қойып, салфеткамен бүйтіп сүртіп жағып шығамыз. Содан соң табаны жақсылап тұрып қыздырып аламыз. Содан кейін бірінші құймағымызды пісіре бастаймыз. Мінекей барлық құймақты осылай пісіріп шықтым. Өте дәмді әрі жұмсақ болып пісті. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Алуа.